Сәлеметсіздерме, менің атым Айша жасым 4-те. Мен Самбай Пинчерінің Балдыхан сағындығының тәрбиеленушісімін. Бүгін мен сіздерге өте қызықты зерттеу жұмысын көрсетемін. Менің зерттеу жұмысымның аты сиқырлы. Неге мұз еркекті далада қыс болғанда жолда тайғақ бар, үлкендер оған тоз себеді. Мұз тұзды ертеді. Қане көрейік. Маған 2 тарелка, 2 кесек мұз керек. Мен мұзға тұзды сеппеймін. Ал екінші мұзға тұзды себемін. Қане байқайық. Тұз мұзды ерітті. Екінші зерттеу жұмысымды көрсетейін. Мен бояуды мұзға себемін. Не байқайық. Тұз мұзды ерітті. Бояу мұзды ерітті. Мұзға себіп кетті. Сондықтан адамдар үшін зұлмат үшін тұзды себеді. Ол қауіпсіздік үшін өте маңызды. Назарыңызға рахмет.